Баршаңызға сәлем, қымбатты менің оқырмандарым, арнамның қонақтары, арнаға қош келдіңіздер. Мен бүгін қамырын бірден жасап, бірден пісіре беретін осындай самсаның рецептісімен, жасалу жолымен бөліскім келеді. Егер қызықтырса, менімен бірге аяғына дейін болыңыздар. Видеоны бастамас бұрын арнаға тіркелмесеңіз, арнаға тіркеліп алсаңыз деген өтінішім бар. Қазақ тілді арнаның дамуына сіз болып, біз болып бірге үлес қосайық, қымбатты менің оқырмандарым. Ол үшін маған 560 грамдай ұн және 100 грамм май керек болады. Менде ол тоң май. Бұл майымыздың бәрін жақсылап уақтап турап аламыз. Және ұнға араластырып, майдалап, ұнмен екеуін біркелкі уақ болғанға дейін қолымыздың көмегімен жасап аламыз. Мен мұны жаңағы блендердің көмегімен жасаймын, өйткені мен қолымды кішкене ұнға тыққанды жақсы көрмеймін. Менің майым мен ұнымды екеуін араластырып жібердім. Енді қазір осы блендердің көмегімен майдалап алатын боламыз. Бұл өте оңай әдіс. Біріншіден уақытымыз үнемделеді. Жылдам, қолыңызды енді салып бүлдірмейсіз деп айтуға болады. Сондықтан да осындай құралдың көмегін пайдаланған жақсы деп айтар едім. Енді мен 100 грамдай сүт алып жатырмын. Қаймақ немесе айран алсаңыз да болады осы көлемде. Еш айырмашылығы жоқ. Енді бұны да мен бәрін сол блендердің көмегімен істеп аламын. Біраз қантай қопсытқышта салып жіберем. Шай қасықтың орташа, шай қасықпен орташа алам. Және біраз қантай тұз да қосып жібереміз. Сосын бір жұмыртқа қосуға болады. Бір жұмыртқа ма, 2 жұмыртқа ма, ол өзіңіздің байлығыңыз біледі. Бұл енді қонақтыққа емес, әрине күнбе-күн үйге пісіре салатын самса деп айтуға болады ғой. Міне мен блендермен жасайтын жұмысым аяқталды. Енді бәрін столдың үстіне төгіп, қолымызбен біріктіріп аламыз. Міне осындай қамыр жасап алдым. Енді мен оның ішіне жасайтын салмасын әзірлегенше бұны тоңазытқышқа қоя тұрам. Кішкене демалады. Содан кейін жұмысымызды бастай береміз. Енді ішіне салуға менде бұл әзір тұрған фарш. Бұл өткенде мен көп жасап қойып, соны мұздатқышқа салып тастаған болатынмын. Соны пайдаланам және оның ішіне көкөністерді салайын деп тұрмын. Көкөністер енді қазір көп қой, рахат. Аямастан сала беруге болады. Сондықтан мен жаңағы сәбіз алдым, болгар бұрышын алдым, кәді алдым. Әрине пияз, чеснок бәрін ала беруге болады. Қолыңызда не болса, олардың да бәрін мен уақтап, көбіктеп турап алдым. Енді осы туралған барлық көкөністеріміздің бәрін жақсылап тұрып қойғанымыз, дәмдеуштерімізді қосамыз. Содан кейін
Осы салмамыз суығаннан кейін жаңағы самсамызды пісіре береміз. Мен пиязымды, фаршымды бәрін қуырып алдым. Енді жаңағы қуырып алған көкөністерімді де бірсынтай кішкене қуырып алатын боламын. Демдеуіштерімізді саламыз. Мен бұл әзір тұрған демдеуіш базардан сатып алғанмын. Тым жақсы, дәмі ерекше болып тұрады екен. Және бірсынтай тұз қостым. Осымен барлығын бір азғантай қуырып алатын боламыз. Енді ол біздің қамырымыздың ішінде де піседі, онша көп қуырудың қажеті жоқ. Міне осындай қылып қуырып алдым, бірсынтай 1-2 минут болып тұрып. Енді осы суығаннан кейін қамырымызды жасаймыз. Енді жаңа тоңазытқыштан мен дем алып тұрған қамырымды алып жатырмын. Оны 2-ге қақ бөліп алып, жасау үшін, жаңа бөліп алу үшін осылай 2-ге бөліп алып, қолымның көмегімен осындай бір келкі қылып кесіп алып жатырмын. Мен әрбір бөлігім 50-55 граммнан шықты. Қатпарлы қамырдан жасаған самсадан мен әрбір бөлігімді 40 граммнан алам, ішіне 30 грамм фаршымды салам, салмасын салам. Енді бұл менде кішкене үлкендеу. Оған мен осындай бір стакан алып, ішіне салмасын толтырып салып жатырмын. Және 3 бұрыштап осындай қылып бекітемін жан-жағын. Сонда біздің самсамыз томпиған самса болып шығады осындай. Дастарханға қойғанда да әдемі болады. Самсаның осындай түрінде жасауға болады. Бұл тойымды. Таңертең де біреуімен бір-екі кесе шай ішсең, сол күн ұзағына керемет болып жүреді. Осындай керемет самсалар шығады. Бұны енді күнде болмағанмен аптасына 1-2 рет жасап қоюға болады осылай. Самса деген өте бір тойымды, жеңсік тамақ жасай бергім келеді. Міне осындай самсалар бізде шықты. Әрине жұмыртқаның сарысына кішкене су құйып сұйылтып, үстіне жағып қоямыз. Одан кейін әртүрлі дәндермен әрлеуге болады. Менде кунжуттың ақ шемешкісі, дәні, яғни соны салып жатырмын. Мақ салуға да болады. Міне сонда менде осындай сап-сары әп-әдемі самсалар шықты. Егер ұнаса лайк басыңыздар, арнаға тіркеліңіздер, пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Мен осымен сіздермен қоштасамын. Қош сау болыңыздар.